құрметті форум қатысушылары, ең біріншіден 2013 жылдан бері мерекеленіп келе жатқан отбасы күнімен келе жатқан құттықтаймын барлықтарыңызды. Бүгінгі жиынымыздың басты мақсаты қоғамдағы отбасы мәртебесін нығайту және әйелдердің кәсіби шыңдалуына атсалысу болып табылады. Елорда әкімдігі отбасылық құндылықтардың рөлін арттыру мен қолдау, отбасылық қарым-қатынастардың дәстүрін және мәдениетін сақтау мақсатында жүйелі жұмыстар жүргізіліп, маңызды жобалар іске асырылуда. Бүгінгі осы отбасы форумы айғағы болса керек, форум барысында отбасын нығайтуға бағытталған тұжырымды ойлар ортаға салынады деп сенемін. Уважаемые участники форума, прежде всего позвольте выразить вам всем благодарность за ваши активные позиции по вопросам реализации проектов, направленных на социальную поддержку населения. Сегодня государственная семейная политика – это один из основных приоритетов социальной политики страны. Для эффективной реализации данного направления нами проводится системная работа по социальной, экономической и духовной модернизации. В целях определения лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нами формирует социальная карта каждого жителя столицы. В городе проводится системная работа по укреплению и развитию института семьи. Принимается комплекс мер по укреплению репродуктивного здоровья граждан и охраны здоровья матери и ребенка. В столице с участием неправительственных организаций реализуются социальные проекты по планированию семьи, охране здоровья матери и ребенка. Всем удачи! Спасибо. Ең маңызды құндылық отбасы деп біз енді түсіндік деймін. Мынау күндерде, енді тілейтінім мына күндерде тілейтінім сіз бәріңізге тек қана отбасымыз аман болсын, еліміз аман болсын, тиіштік, бәрімізді тек қана денсаулық, балаларымыз, немерелер болсын. Себебі мен өзім 5 немере асырап отырмын. Сонда маған өте немерелері туралы бәрі өте ыстық. Содан көп рахмет, мынандай күндерде сіздер сондай жақсы шара істегеніңізге. Енді мен өзім Союз женщин-предпринимателей Казахстана басқарам, сол жерде қарадым, выставканы кішкене, енді әйелдер кәсіпкерлікті өте дамытып жатыр. Қыздар біздің ең қанша болса да, пандемия болса да, маска істейді, не болса да, Советский Союз развалился, клетчатый сумкаға Турцияға барды, сол қыздарымыз біздің аман болсын. Құрметті қауым, тағы да бүгінгі өте мәні зор мерекемен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бүгін отбасы күні. Өз басым осы мерекені өте жақсы көремін, себебі өзімде 5 баланың анасымын. Сіздің жолыңызды берсін, мен де әже болуға тырысайын. Осы жерде ақ жаулықты аналарымызды шақырған екенсіздер, өте дұрыс. Мінекей залда да үлкен белгілі, елімізге белгілі әйелдер отыр. Қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой, ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің деген. Басты дәстүрлер, тәрбие, осының бәрі отбасында басталады. Сондықтан да осыны ұмытпайық, отбасын сақтап қалу оңай нәрсе емес. Қандай жағдай болса да, отбасыны сақтап қалуға біз тырысуымыз керек. Қазақ қашанда болса да әйелге үлкен рөл берген, әйелдің басты тұлға жалпы отбасында бұл әйел. Сондықтан да осы залда әйел азаматшылар көп отыр. Сондықтан да сіздерге, әсіресе әйелдерімізге зор денсаулық тілеймін, сабырлық тілеймін. Бәрімізде аман болайық, отбасыларымызда шаттық пен күлкі көбірек болсын деп келгім келеді сіздерге. Төрт құбыларыңыз тең болсын, уайымдарыңыз ешқашанда болмасын. Отан қуат дейді, отбасы шуақ, тек отбасыларында шуақ болып, жақсы жағын ол қыздарымыз көрсете берсін. Қайырлы күн, құрметті форумға қатысушылар. Бүгінгі отбасы күніне арналған форумға қош келдіңіздер. Осы жанұя деген институт туралы газеттен естуші, бірақ бірінші рет мен қатысып отырмын. Өте біздің қоғамымызға қажетті ұйым деп ойлаймын. Ақынның сөзі бар ғой, семья шағын мемлекет, сен премьер, мен президент деп.
яғни күйеуі мен әйелін айтқан ғой. Енді оның ішінде қыз баланың тәрбиесіне келетін болсақ, қазақ халқы қашанда қызды жақсы көріп, төрге отырғызып, тәрбиелеп, қызға 40 үйден тыю, қала берді қара күннен тыю деп, оның тәрбиесіне ерекше мән берген. Әл-Фараби айтқан ғой, тәрбиесіз берген білім адамның қас жауы деп. Сондықтан қазіргі заманда сол бұрынғы ата-бабаларымыздың салт дәстүрлері жоғалып бара жатыр. Себебі ата-анасы жұмыста, үйдегі бала-шағаға қарайтын ешкім жоқ, мектепке барады, одан бос уақыт өткізеді. Бұрын ата-әжелері қарайтын, қазір ата-әжелері бөлек тұрады, әйтпесе оларды қарттар үйіне тапсырып тастайды. Сол әжелер қыздардың тәрбиесіне өте мұқият болу керек. Кішкентай кезінен қызды сен ертең үлкен семьяның мүшесі боласың, ана боласың деп кішкентайынан құлағына құя беру керек. Мынау жанұя деген балаларды, ұлды болсын, қызды болсын, семья құруға тәрбиелеу керек. Ол үшін мынау жоғарғы сыныптарға, колледж, институт, жоғарғы оқу орындарында осындай курстар ұйымдастырса сіздердің көмектеріңізбен, сол балаларды, ұлдарды, қыздарды семьялық өмірге дайындау керек. Мына газет, журнал, телевизордан қарап отырамыз, сонда бір айырылысу өте көп қой. Сонда бір жанұя неге айырылыстың дегенде, ана күйеуі бастарын жоғарғы жағынан басу керек дейді, әйелі жоқ, ортасынан басу керек деп, соған келіспей, екеуі ұрысып айырылысып кеткен екен. Мен осындай өте ұсақ түйек дейміз, бірақ соған жастар мән беріп, айырылысу өте көп. Бәріміз бірігіп, осы жастарды тәрбиелеуге атсалыса берейік. Қайырлы күн, құрметті форум қатысушылары, құрметті апалар, аталар, сәлеметсіздер ме? Есімім Динара Садвакасова, Республикалық жастар бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының төрайымын. Енді мен сөзімді Мұхтар Әуезов атамыздың сөзімен бастағым келіп отыр. Ел баламын десең, бесігіңді түзе деген, иә? Шынымен де біздің баламыздың тәрбиесіне біз көптеу мән беруіміз керекпіз деп ойлаймын. Былай қарасақ, құрметті достар, бала тәрбиені қайдан алады? Менше бала тәрбиені 3 жақтан алады. Ең бірінші әрине ол отбасыдан. Екіншіден ол балабақшадан немесе мектептен. Және үшінші кезде ол қоғамнан тәрбие алады. Бала тәрбиені қоғамнан алып жатыр дейміз, иә? Және қоғамның да рөлі өте маңызды. Біздің Жасұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы 2001 жылы құрылған болған. Мүмкін егер отбасыларыңызда оқушылар бар болса, білетін шығарсыздар, көп галстук киген мектепте оқушылар ол біздің жасұландықтар. Ол ұйым 2001 жылы елбасының бастамасымен құрылған. Қазіргі кезде республика бойынша 1,5 миллион оқушы біздің ұйымның қатарында. Ұйым 7 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Біз баланы шығармашылық жағынан, спорт жағынан дамытуға тырысамыз. Олардың еңбекке баулаймыз, отанды сүюге үйретеміз, экологияны сақтауға және отбасы құндылықтарға да келетін бірнеше жобамыз бар. Ең бастысы ата-аналармен семинар тренингтерді өткіземіз. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Отбасы күні құтты болсын. Шынымен де бізде ажырасу пайызы 0%-ға төмендесе екен және әр отбасы, әр бала бақытты болса екен. Көп рахмет. Қайырлы күн, құрметті форумға қатысушылар. Бағанадан бері жақсы ақпарат алып жатырмыз. Енді мен осы салада тікелей қызмет атқарып жүрген маман ретінде отбасындағы зорлық-зомбылық қазіргі кезде кейіннен өте кең белең алып бара енді үлкен масштабқа келіп жатқандықтан соған тоқталып айтқым келеді. Қазіргі тенденция былай. Отбасында ер азаматтың өзінің отбасына қорған бола алмауы. Енді мен бұл жерде көпшілікке топырақ шашудан аулақпын. Әрине біздің қоғамда жаңағы тек бір ғана отбасы емес, бірнеше отбасын өзінің қамқорлығына алып, өзі сол отбасына қорған болып жүрген азаматтар бар. Бірақ дегенмен де біз қазір енді сол бағытта жұмыс жасап жатқандықтан сіздердің назарларыңызды мынандай фактілерге аударуым керек. Неге біздің жаңағы қазақта сөз бар ғой, ер ел қорғаны дейді. Еріміз
елдің қорғаны емес, өзінің отбасына қорған бола алмай жатқан жайттар жиі кездесіп жатыр. Яғни отбасындағы әйеліне, бала шағасына теперіш көрсету, соларға зорлық-зомбылық көрсету кейіннен тіпті көбейіп бара жатыр. Енді олар өздеріңіз де білесіздер, жаңа төтенше жағдай жарияланған уақыттан бері қарай біздің Нұр-Сұлтан қаласында осы саладағы құқық бұзушылықтардың анағұрлым артқаны бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарынан да әлеуметтік желілерден де сіздер таныс болып бағдар алып біліп жатырсыздар, иә? Енді жаңа мына алдында сөйлеп кеткен спикерлердің сөздеріне қосыламын. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники, коллеги. Рада вас приветствовать. Я являюсь руководителем общественного фонда «Янбах Аталиев», жена Мюркин. Наш фонд реализует проект отцовства, комплексное мероприятие по поддержке и развитию института отцовства. В первую очередь, позвольте вас поздравить с наступающим днем семьи и пожелать вам семейного благополучия и счастья. Хотелось бы отметить, в заключение сказать, что каждый здесь сидящий, за каждое дело, большое дело, которое реализуется благодаря людям, которые сидят в этом зале, это люди, которые верят в свое дело. Я искренне верю, что совместными усилиями мы поможем развить и поддержать институт семьи в Казахстане на благо нашей страны. Спасибо. Құрметті форумға қатысушы тұлғалар, бүгін арнайы түрде біздің Нұр-Сұлтан қаласының жанында үлкен және орталығында форум өтіп жатыр. Бүгінгі отбасы күніне арналған мерекемен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Балаға жағдай жасау әр ата-ананың парызы болатын болса, осы қаланың бір жақ шетінде шалғайда орналасқан Көктал 2 кенті Құсмұрын 2 көшесінде орналасқан Міржақып Дулатұлы атындағы 68-ші мектепте де 2025-ке жуық бала оқиды. Осындағы отбасы 300-ге жуық көп балалы отбасы бар. Солардың ішінде 274 отбасы аз қамтылған отбасылар болатын болса, міне бүгін біздің мемлекетімізде барлық жерлерде барлық мүмкіндіктер туып жағдайлар жасалып жатыр. Осындай жағдайлардың барлығын білесіздер, қазір қашықтықтан оқыту кезі аса қиын кезең болса да, бұл біздің еліміздің басындағы үлкен бір сынақ болатын болса, осы сынаққа біздің ата-аналарымыз да өздерінің үлесін қосып жатыр дегім келеді. Ата-анадан өсіп ұрпақ тараған дейді. Жақсы заман болса, бала солардан дейді. Қандай керемет айтылған. Міне біздің ата-анаға ең ұқтыратын үлкен өзекті мәселеміз осы екен. Ендеше бүгінгі форум арқылы әрбір ата-ана өзінің баласына жасалатын жағдайды мемлекетте қазір мектепте оқып, балабақшада тәрбиеленіп, жоғарғы оқу орындарында белгілі бір кәсіпте қоғамда рөл атқарып жататын болса, ұрпақтары баласы сол арқылы біздің қоғамда үлкен белгілі бір нәтижеге жететін, елімізге деген, еліміздің ертеңіне деген жақсы игі істердің болатынына мен сенім білдіргім келеді. Сәлеметсіздер, форумға қатысушылар, біз осы былтырғы жылы мерейлі отбасының көпбалалы аналар арасынан қатысып, 3-ші орынды иемдендік. Осы жолдасым Оспанқұлы Берчан, осы өзім Оспанқұлы Дәсе, 8 баланың анасымын. Балапандарына өзіміздің бойымызға сіңірген әжелерімізден, ағаларымыздан, әкелерімізден көрген тәрбиені балаларымызға сіңіріп жатырмыз. Біріншіден отбасының беріктігі, көбінесе әйел адамдарға байланысты өзімнің өмірден көргенім бар. Жасым 40-қа келді. Мысалға, өмірден кейін өзімнен кейінгі жас келген келіншектерге айтатыным, келіндерге айтатыным, ақылым, кеңесім, отбасының беріктігі мен көбінесе айтамын, әйел адамға байланысты деп. Көпбалалы аналарымыз көбейе берсін, өркендей берейік, өсе берейік, бақытты өмір кешейік. Құрметті форум қатысушылары, көптен бері аңсаған осы сәттерде өте қуаныштымыз болғанымызға. Және де біз жақын арада ғана қорымызды құрдық. Қордың мақсаты жарқын асыл ұрпақтың тәрбиелеуіне үлес қосқымыз келеді. Барлық форум қатысушыларының сөздерімен келісемін. Біз ата-ана ретінде балаларымызға қолдау көрсету керекпіз, және де олардың ізгі ниеттерін түсініп, болашақта басқа да балалар үлгі алып, жақсы
жетістіктерге жетсін деген тілекпен әрқашанда жұмыстар жасауға дайынбыз дегіміз келеді. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жанель, мен 14 жастамын. Өз сөзімді Абай атамыздың «Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап, табар қалан» деген сөздерінен бастағым келеді. Менің ойымша, асыл мұра жерімізді, елімізді көркейту жас ұрпақтың парызы. Маған әртүрлі жобаларға қатысу ұнайды, және бұл қолға алған жобамыз жасөспірімдерді қолдауға бағытталған. Тілеген тілектері, ізгі ниеттері барлығы да осындай қасиетті жұма күні қабыл болсын. Барлықтарыңызға тек жақсылық тілейміз, отбасы күнімен құттықтаймыз. Осындай жобаға, осындай форумға қатысқанымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті қатысушылар, міне бүгін біздің осы отбасы құндылықтарын нығайту және гендерлік мәдениетті қалыптастыру жобасы аясындағы өткен бүгінгі біздің форумымыз міне мәресіне жетті. Барлықтарыңыздың осы форумға келіп, қатысып, белсенділік танытқандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Осы жоба бізде 3 жыл жүретін болады алдағы уақытта. Бұл енді біздің алғашқы өткізген биылғы біздің бірінші жобамыз. Кішкене кем-кетіктері болса, сіздерден әрине кешірім сұраймыз, түсіністікпен қарайсыздар деп түсінеміз. Біздің осы фонд аясында, осы жоба аясында сенім телефоны жұмыс жасап жатыр. Бізде құқықтық көмек көрсетіліп жатыр және психологиялық көмектер көрсетіліп жатыр. Аналарға, осы қала тұрғындарына, елордалық барлығына кеңес жүргізіледі. Әуезова 19 азаматтық бастамалар орталығында арнайы кабинет, арнайы бізде ол жерде тренинг өткізетін зал берілді. Сіздердің осындай қашанда еңбектеріңіз арта берсін, қанаттарыңыз қатая берсін, биікке самғай беріңіздер. Сіз шын жүректі осы жақсылық жасауға ұмтылып тұрған жүректеріңіз сіздердің қашанда мейірімге тола берсін. Сіздердің осы жобаға, бүгінгі біздің форумға келіп, бізге осы еңбектеріңізбен, өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен берілген жасағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз.